Қарғысқа ұшыратқан балық. Күндердің бір күнінде базар ортасында иығына дейін кесілген бір адам пайда болады. Ол күнде айналадағы халыққа кім мені көрген болса, ешқашан әлімжеттік жасамасын деп бар даусымен айқайлауды әдетке айналдырады. Bir күн оған біреу жақындап келіп бұлай жар салуының себебі неге екенін сұрайды. Сонда ол бұлай деп жауап береді. Менің басымнан өткен оқиға сендер үшін үлкен ғибрат болса екен деймін. Мен бұған дейін әр кімге әлімжеттік жасайтын зұлымдығы асқан адам болатынмын. Адамдарға зорлық-зомбылықтың сан түрін жасайтынмын. Bir күні балық аулап келе жатқан балықшыны көрдім. Қармағына өте үлкен балық түсіріпті. Бұрын сонда ондай балық көрмеген едім. Қатты қызықтым. Мен оған балықты нұсқап, "Мынаны маған бер" деп бұйырдым. Ауыл болса бала-шағасына азық-түлік алу үшін осы балықты сатуға алып бара жатқанын айтты. Мен оған дөрекілене, "Балықты бермесең, соққыға жығыласың" дедім. Ол жалынышты үнмен аяушылық танытуымды өтінді. Мен оның сөздеріне құлағымды да қыстырмадым. Оны ұрып соқтым да, қолында балықты күшпен тартып алып кете бардым. Ол жылап еңіреп қала берді. Жолда әлгі балық менің бас бармағыма тістеп алды. Судан саусағым түні бойы сыздап, ұйықтатпай шықты. Таң ата салысымен саусағымды дәрігерге көрсеттім. Қолымды тексерген ол маған саусағымды кеспесе қолымнан айырылатынымды айтты. Мен амал жоқ айтқанымдай жасадым. Бірақ та қолымның ауырғаны сонда да басылмады. Мен екінші күні де жаны шыдатпас аурудан ұйықтай алмай шықтым. Сонда дәрігер маған қолымды білезігіне дейін кесу керектігін айтты. Мен шарасыздықтан оны да жасаттым. Алайда ауру басылмай, шынтағыма дейін сарқырап, ауырып, күндіз-түні мазамды алды. Жаным қиналып, көз жасым көл болды. Содан мен қолымды шынтаққа дейін кестірттім. Бірақ ол да ауруымның басуына көмектесе алмады. Қайта сыздауды одан әрі үдей бас түсті. Дәрігер маған, "Қолыңды иыққа дейін кеспейтін болсам, бұл дерт бүкіл денеме тарайтынын айтты." Менің көнбеске шарам болған жоқ. Ақыры тұтас қолымнан айырылдым. Ауру енді бүкіл денеме көшті. Қақсауы мен сыздауы одан сайын өрши түсті. Осы жан қиналысымды көрген бір адам келіп, осы дертке қалай шалдыққанымды сұрады. Мен оған болған жайды айтып бердім. Сонда әлгі кісі, "Сенің бойында аурудың белгісі алғаш сезілгенде-ақ балық иесіне барып, кешірім сұрағанда қолыңнан айырылмас едің. Денеңнен жаның шықпай тұрғанда балықшыны іздеп тап" деді. Мен балықшының жанұшыра іздей бастадым. Әрең дейін тауып алдым да, аяғына жығыла еңіреп отырып кешірім сұрадым. Ол маған "Сен кімсің?" деп таң қалды. Мен жылап отырып, "Бұрын сенің балығыңды зорлықпен тартып алып кеткен адаммын" деп, оған басыма өткен бар жайымды айтып бердім. Ол мен қолымнан айырылғанымды көріп жылап жіберді. Сосын мені кешіргенін айтты. Сол-ақ екен, бойымда дендеген мазасыз ауру сап тиылды. Қатты қуанғаннан тағы да жылап жібердім. Мен одан, "Алла разылығы үшін айтшы, мен сенен балық тартып алғанда сен маған қарғыс тіледің бе?" деді. Ол, "Иә, мен Алладан, я Алла, бұл кісі өзінің күшіне сеніп, әр менің әлсіздігіме пайдаланып маған өз берген ризалықты зорлықпен тартып алды. Ендеше оған өз құдіретіңді көрсетші" дедім деді. Уау, мұсылмандар, ешкімге әділсіздік жасап, әлімжеттік көрсетпеңдер. Олардың қарғыстарынан қорықыңдар. Шындығында жәбір көрген адамның саған қарсы жасаған дұғасы мен Алланың арасында ешқандай перде жоқ.